жалпы негізі адам өзін қадірлейтін жерде болу керек деп есептеймін да. Негізінде өзінің орны бар жерде. Мысалы сен мысалы химиксің да, бірақ та сенің қаланда там лаборатория болмаса, немесе жоғары оқу орны болмаса, мысалы сен онда басқа бар қалаға барып өзіңнің қабілетін дамыту керексің деп есептеймін. Негізінде андай қатты жасанды патриотизмде андай жақсы нәрселерге апармайды. Тек қана қала емес, елде, мысалы әр жерде өзіңнің қаншалықты көп пайда әкеле аласың, сол жаққа қарата бару керексің деп есептеймін негізінде. Мен просто Атырауда жүретінмін, мен бүкіл жағдайым бар. Маған кедергі жоқ та ол жерде музыканы жазуға, нетуге деген сияқты. Сондықтан мен сондамын, бірақ та біреуге менде андай жоқ қатты. Егер жақсы бәрі еңбектесе, жақсы жұмыс жасасаң, ол и так-то бір жемісін береді. Сенің дамығаның ол қаланың дамығаны, қоғамның дамығаны деген сияқты. Сондықтан бірақ та енді бір мүмкіндіктер болған кезде бәріміз де бірдеме жасап қалуға тырысамыз. Солай.